Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгін сіздермен сөз жұмбақ, яғни кроссворд құрастырудың ең оңай жолымен бөліскім келеді. Google-ға Ismet кроссворд деп жазамыз ағылшыншалап. Мінекей осылай. Мінекей біздің кроссворд дайындайтын сайтымыз ашылды. Енді мына батырманы басып сұрағыңызды енгізіңіз дейді. Сөйлеммен жазамыз. Мысалы, Қазақстанның астанасы қай қала? Астына жауабын енгізсеңіздер, жауапта символ болмауы қажет. Нұр-Сұлтан. Сұрақты енгізу батырмасын басамыз. Келесі сұраққа адамда қанша сүйек бар? Келесі атын кім? Мысал ретінде жазып жатырмыз. Сұрақты енгізіп болғаннан кейін кроссворд құрастыру батырмасын басамыз. Мінекей біздің кроссвордымыз дайын болды. Енді осыны баспаға жіберуге болады. Осылай баспадан шығарып алып, оқушыларға таратып берсеңіз болады. Болмаса тақтаға жапсырып, әр оқушының шығарып жұмыс істеуге болады. Ол тез әрі оңай. Дайындап алыңыздар. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.